саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Көңіл күйіңіз қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Жақсы, ендеше сендерге бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Отыра қойыңыздар. Бүгін біз сабақта өте құнды, мағыналы, мазмұнды ақпараттармен танысатын боламыз. Демек біз өтіп жатқан тақырыбымыз Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» автобиографиялық шығармасының тағы да басқа қырынан танып біледі екенбіз. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Ұшқан ұя» шығармасының тарихи және көркемдік құндылығы болып табылады. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беретін боламыз. Сабақтың жалпы мақсаты демек бүгін біз шығарманың жазылған тарихи кезеңін және онда көрініс тапқан ұлттық құндылықтарды анықтаймыз. Шығарманың әдеби көркемдік ерекшеліктерін талдаймыз. Мазмұндас басқа шығармалармен салыстыру арқылы шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын бағалайтын боламыз. Балалар, сендер білесіңдер, қазіргі күні әрбір күніміз, әрбір сабағымыз құндылыққа толы. Бізде әр аптада құндылық тақырыбы беріледі және апта дәйек сөзі беріледі. Құндылық тақырыбында жасампаздық және жаңашылдық болса, апта дәйек сөзі қандай болады? Өте жақсы. Дәл осы дәйек сөзбенен бүгінгі сабағымызда жұмыстар атқаратын боламыз. Балалар, қазір біз тағы да әдеттегідей дәстүрлі түрде топқа бөлініп алайық. Мен бүгін 3 түрлі топтың атауын дайындап келдім. Яғни бізде бүгін оқу мақсатына сай тарихи құндылығын анықтаймыз. Осыған орай бірінші топ тарихи құндылық, екінші топ көркемдік құндылығын анықтайды екенбіз, үшінші топ идеялық құндылық деп аталады. Демек, дәл осы атаулар бойынша біз қазір 3 топқа бөлінетін боламыз. Сабақты бастамас бұрын қазір үй жұмысын пысықтап алайық. Сендер «Ұшқан ұя» шығармасының мазмұнымен танысыңдар. Ендеше дәл сол шығарманың мазмұнын комикс жасанды интеллект арқылы анықтап алайық. Дәл осы тапсырманың дескрипторы үй жұмысы сендерге алдыңғы сабақта да бергенмін, таныстырғанмын, қараңыз. «Ұшқан ұя» шығармасынан алынған үзіндіні комикс арқылы мазмұндап, оқиғаның негізгі желісін дұрыс жеткізеді. Кейіпкерлердің әрекеттерін қысқаша сипаттайды және бұл үй тапсырмасын 2 баллдық жүйемен бағаланады. Дәл осы жерде үй тапсырмасын сұрамас бұрын сендерге бағалау шәкілін таратып берейін. Бұл әрине біздің 10 баллдық жүйемізбен бағаланады. Әр тапсырмаға балдық жүйе берілген. Топ басшысы өзінің тобындағы тізімді жаза отырып, қай оқушы жауап береді, соған әділ түрде көрсетілген бағамен бағалап, сабақ соңында мына шәкіртке салады. Үй тапсырмасын комикс арқылы сұрайтын боламыз. Назар аударайық. Бірінші комиксте кең дала, мал жайылып жүр, киіз үйлер тігілген бір киіз үйдің алдында әжесі мен кішкентай Бауыржан отыр. Дәл осы көрініс шығарманың қай бөлігінде? Әжесі өзінің немересіне ертегі арқылы тәрбие мен тәлімді үйретуі. Өте жақсы, отыра қойып. Бауыржан әжесі қыз тумаспен бірге отын жинап жүр. Бұл суретте әжесі баласына ертегінің не үшін маңызды екенін айтып отыр. Бауыржан Момышұлы айтып кеткенде, ертексіз өскен бала рухани мүгедек бала. Өте жақсы, тамаша. Кеш отбасында Бауыржан атасымен әңгімелесіп отыр. Бұл үзіндіде Бауыржанға атасы нағыз батырдың қандай болу керек екенін үйреткен және атасынан немересіне деген махаббатты көруге болады. Жақсы, өте жақсы. Бауыржан достарымен асық ойнап жүр, бір бала асығын жоғалтып, ренжіп тұр. Бауыржан әкесінен қараған жомарттық қасиетін өзгелердің қасында да көрсетіп, өзінің жомарттығын көрсетуде. Бала тағдай бар ма ой қосатын? Бұл суретте біз Бауыржанның өзінің достарымен ойнап жүргенін көре аламыз. Және де айта кетерім, Бауыржанның әкесі де өзінің қолында барын жанындағы адамдарға беріп, көмектесіп, жомарттығын көрсеткен. Және де Бауыржан бұл әкесіне бұл құндылықты өзіне сіңіріп, және де оны да достарына көрсетуде. Өте жақсы. Топ басшысы Жансая, Эльнара және Балару бағалы шәкіліне алып, тобымызда жауап берген оқушыларды 2 балдық жүйемен бағалап жіберейік. Жалпы «Ұшқан ұя» жеке тұлға үшін рухани тәрбие беретін мектеп десек болады. Ал жастар үшін ұлттық болмысты сақтаушы, ал қоғам үшін
мәдениетті, құндылықты жалпы адамзат үшін пайда алып келетін үлкен рухани асыл қазынамыз, мұрамыз десек те болады. Ендеше балалар, мынандай бір сұрақ туындап тұр. Осы Ұшқан ұя шығармасы жастар үшін маңызы қандай? Мен үшін маңызы қандай? Қоғам үшін маңызы қандай деген сауалдарға мен сендердің ой пікірлеріңді білгім келіп тұр. Мен үшін бұл шығарма ұлттық тәрбиенің қайнар көзі. Әке мен әже өнегесі, ауыл қарияларының өсиеті арқылы мен өзімнің тамырымды және ұлттық болмысымды сезінемін. Роман қазақтың дәстүрлі өмір салтының құндылықтарынан көрінеді. Яғни мүшел той, асар, еңбек немесе әділдік. Әдеби тұрғыда Ұшқан ұя рухани тәрбие мектебі. Яғни мен осы шығарма арқылы мені еңбекке, адамгершілікке және үлкенді құрметтеуге шақырады. Өте жақсы. Демек, дәл қазіргі сен айтып отырған ойың, түйінің ол сен үшін маңызды болып табылады. Әрине, жақсы жарайсың. Жастар үшін маңызын айта кететін болсам, бұл шығарма ұлттық тәрбиесі мен дәстүрдің негізін табу үшін маңызды. Әке мен әже тәрбиесі арқылы жастар өзінің негізін табады. Жақсы. Демек, жастар үшін маңыздылығына осындай ой түйдің. Және де бұл шығарма жастар үшін еңбекқорлық пен жауапкершіліктің айнасы болып табылады. Бауыржан өзінің әжесінен алған тәрбиесі арқылы Бауыржанның балалық шағы жауапкершілік пен тәртіптің мектебі деп айтсақ болады. Өте жақсы. Өте жақсы аяқтадың. Мен қоғам үшін маңыздылығына келетін болсам, қоғамға бұл шығарма ұлттық бірліктің рухани тұтастықтың символы болып келеді. Әке мен әже тәрбиесі халық педагогикасының үлгісі болып табылады. Және де қоғамға Ұшқан ұя ол мәдени мұра болып есептеледі. Ол қазақ халқының тұрмысы, салт дәстүрін және де дүниетанымын сақтап қалған тарихи әдеби құжат болып табылады. Және де тағы да айтатын болсам, қоғамға бұл шығарма тәрбиелік бағдар береді. Өте жақсы отыр. Балалар, біз ендеше Ұшқан ұя шығармасының өздерің үшін, қоғам үшін және жастар үшін маңыздылығын анықтасақ, енді ары қарай сабақ барысында талдайтын құндылықтарға назар аударайық. Бірінші бізде тарихи құндылық. Ұшқан ұя, яғни Бауыржан Момышұлының автобиографиялық туындысы. Ол 20 ғасырдың алғашқы шегеліндегі қазақ қоғамының әлеуметтік экономикалық жағдайы, дәстүрлі ауыл тіршілігін, көшпелі өмірден отырықшылыққа көшу кезеңін бейнелейді. Яғни біз осы тарихи құндылық арқылы бүгін сабақта талдайтын болсақ нелерді анықтай аламыз? Шығармадағы этнографиялық деректердің молдығын анықтай аламыз. Тарихи тұрғыдан шығарма қазақ қоғамының өтпелі кезеңін көрсететіндігін тағы да анықтай тұрып көзіміз әбден жететін болады. Бізде бүгінгі екінші құндылығымыз ол көркемдік құндылық. Балалар, көркемдік құндылық дегенде әрине бізге әдеби шығармалардың көркемдегі құралдары есімізге түседі екен. Жалпы Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя автобиографиялық шығармасы тұнып тұрған құндылық деп айтсақ болады. Оның ішінде біз өздерімен оқыған кезде мақал-мәтелдерді де кездестірдік, дұрыс па? Ішінен тұрақты тіркестерді кездестірдік, табиғат құбылыстарын, адамның бейнесін, жалпы адамның іс-әрекетін неше түрлі көркемдегіш құралдар арқылы сипаттағанын білеміз және олармен таныстық. Бүгін дәл соларды тағы да іздеу арқылы, танысу арқылы көз жеткізетін боламыз. Үшінші құндылығымыз ол идея құндылық. Балалар, назар аударайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, яғни Ұшқан ұяның негізгі тақырыбы қандай? Ұшқан ұя шығармасының негізгі тақырыбы балалық шақтың естеліктері арқылы ұлттық тәрбиенің мәнін ашу. Автор қазақ ауылының тұрмысын, салт дәстүрін, халықтық педагогиканы суреттеу арқылы ұлттық болмысты көрсетеді. Идеясы неде? Шығармада ұлттық салт дәстүрді қастерлеу, үлкендердің өсиетін өнеге тұту, адамгершілік пен еңбекті бағалау идеясы алдыңғы қатарға шығады. Әке мен әже бейнесі арқылы халықтық тәрбиенің үздік үлгілері көрініс табады. Енді жалпы осы шығармада автордың негізгі ойы қандай? Ұлттық тәрбиенің мәңгілік құндылығын көрсетеді. Ол шығарманың негізгі өзегі деп айтсақ болады. Автор балалық шақтағы көріністерді суреттеу арқылы ұрпаққа өнеге қалдыруды мақсат етеді екен. Балалар, қазір мен сендерге 3 құндылықтың маңыздылығын атап өттім. Ендеше дәл сол құндылықтарды ары қарай өн бойын аша түсу үшін біз ең алдымен мына кестеге назар аударайық.
бүгінгі біздің бірінші тапсырмамыз ол топтық жұмыс болып табылады. Яғни тапсырманың шартына назар аударайық. Ұшқан ер шығармасының құндылықтарын талдап, кестені толтырыңдар. Кестеге назар аударайықшы. Кесте қарап отырсақ, 3 бөлікке бөлінген. Тарихи құндылығы, көркемдік құндылығы және идеялық құндылығы. Әрбір құндылықтың мазмұны беріліп кеткен және арнайы тапсырмасы бар. Ендеше сендер мазмұны және тапсырманы оқи отырып, шығармадан үзінді табасыңдар, яғни кітаппен жұмыс жасаймыз және сол үзінділерді сөйлем арқылы жазып, соны қорғайтын боласыңдар. Түсінікті ме? Демек, әр бөлік әр топтың тапсырмасы. Енді дәл осы тапсырманың дескрипторы қандай болады? 3 топқа 3 түрлі дескриптор дейік. Әр топ 3 балмен бағаланатын болады. Жаңа экранда көрсетілген кестені сендерге алдарына тарап берейін. Топ басшысы әрбір топ мүшесінің дәл осы кестемен жұмыс жасауына назар аударамыз және әділ түрде бағалайтын боламыз. Топтан Жансая топ жетекшісі кімді шығарамыз? Мен бұл жұмысты Мөлдір, Бексұлтан, Аслан және Алиханға тапсырдым. Өте жақсы. Бізге берілген бірінші ұяшты толтыру болатын, яғни тарихи құндылық. Ұшқан ер шығармасының тарихи деректері тауып, олардың мәнін түсіндіру. Шығармасынан, шығармадан үзінді. Ауыл жатаған кесек үйінде қыстап шығатын да көктемде алыс жайлауға қоныс тебетін. Яғни бұл қазақ халқының 20 ғасыр басындағы көшіп қону кезеңі болатын. Яғни қазақ халқы бір қыстаудан жайлауға көшіп қону кезеңін байқаймыз. Өте жақсы келсем, дөп түсін деп айталамын, өйткені біздің сонау тарихымызда қазақ жалпы көшпелі халық болған ғой, кейін ол отырықшылыққа көшкен. Дәл соны сен сөйлемейсіз. Дәл осы топ сөйлемін өте жақсы анықтай алды. Мен Мөлдірмен келсем, сонымен қатар ұшқан ерді мен мұналды өзімді алдым. Менің балалық шағымда туған жылда, туған күнді емес мүшелі кезеңдерді тойлауын еді. Өте жақсы. Дәл осы жерде қай сөзге ой тастап тұрсың? Мүшелі той және астар деген дәстүрлер бар. Өте жақсы. Бірнеше дәстүр бар бұл жерде. Сөйлеммен нақты анықтай алдыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Фанияның не көресің, соны ілесің. Мақалда Бауыржанның сол мақалда алып, өскенде өзім сол мақалның жұмысында өсті. Жақсы арнай. Шығанияда. Демек, мақалда ол біздің неміз тарихтағы кезеңізді білдіреді негізі, егер оныңыз түп тамырын зерттейтін болса, қарай. Шығанияда үлкен нәтижеге ізет қылынған байқалады. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Дәл осы жерде Жансая қызмет атқарған, жұмыс атқарған топты мүшелерін бағалап жібереміз. Жақсы отырамын. Осы тапсырмаға аяруды, үнжеті және аяжайды шығару. Жақсы. Берілген тапсырма ол шығармадағы көркемдік тәсілдерді табу. Біз мұнайыш қасымағаннан кейін мұнайышқа жаздық. Өте жақсы. Сендерге еркіндік қалай жасырмада әйтеуір жұмысты нақты жазу үшін береді. Арғай. Шығармадан үзінді асқар таулар, шымыңдаған жұлдыздар, тоқсып тұрған ай, аспанның күмбез, жебір жебір, жас баланың көз жасындай, тұнжыр бұлт, шексіз дала, көгілдір аспан, буда-буда бұлттар, жауып бара жатқан асау айғыр. Энджи өте жақсы анықтапсыңдар. Қандай көркемдер құрам? Жас баланың көз жасындай деген теңеу, шексіз дала, көгілдір аспан, бұлар епитет болып тұрды. Жақсы. Жарайды, 2-3 мысалмен дәлелдедім. Ары қарай астына тағы да не жазыңдар? және біздің көркемдік құндылықтарымызға мақал-мәтелді де жаздық. Бойына сенбе, ойына сен, жетіге келгенше бала жерден таяқ жейді, 13-те отау иесі, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі, ертексіз бала рухани мүгедек адам. Жақсы, мақал-мәтел, көркемдеуіш құралдар. Енді алдағы уақытта сендерге тапсырма тек қана эпитет теңеумен шектелмейміз. Бізде көп көркемдеуіш құралдар, метафора, метонимия деген секілді. Сол тапсырмаларды да анықтайтын боламыз. Жақсы, отырамын. Топтық жұмыста ұғынған үміт, Дамир және Нұржанды шақырам. Жақсы, үшінші топ, сендер идеялық құндылығын анықтайтынсыңдар. Тапсырманы көтерейік шыққан. Бізге берілген тапсырма ол Шығаниядан идеялық құндылықты табу. Жақсы, ары қарай. Балалықтың әрбір сәтті өмірге сабақ болды. Бұл жерде біз Бауыржанның балалық шағындағы әкесінен, атасынан, әжесінен алған өнегені, тәрбиені ол болашақта өз білімгерлеріне ұсынғанын көруге болады. Және бұны біз
кітаптағы үзінділерден достарымен асық ойынында көруге болады. Ол жерде бізде әкесінен алған жомарттықты байқаймыз. Дұрыс. Мінез құлқы балалық шағына естеліп кетті, асық ол ұлттық ойын кетті, тағы да оқылған. Ол жатаған үйлерде қыстап шығатын да көктемде ауыз жайлауға қоныс тебеді. Бұл жерде біз маусым айларында көшетінін көреміз, және де бұл жерде біз ауыл тұрғындарының басты жұмысы ол егіншілік екенін байқаймыз. Жақсы, тағы да. Және де менің ойымша, ұяда не көрсең ұшқанда соны білесің деген ой, ол өз отбасындағы әжесі мен әкесінің алған тәлім тәрбиесін суреттейді. Ол кішкентай кезінен үлкенді сөйлеу, батылдық, жомарттық қасиеттерді бойына сіңірді. Өте жақсы. Балалар сабақтың басында сендерге таныстырып кеткендей, осы шығарма идеясы, яғни Бауыржанның балалық шағындағы естеліктер арқылы ол ұлттық құндылықты, салт дәстүрді, сол өмірдің тарихи кезеңін жеткізу болады. Дөп түсті десеңдер болады. Өте жақсы сапалы орындалған жұмыс болды. Рахмет сендерге. Ұлттық жұмысты біз қалыптастырушы бағалауда топаралық бағалау әдісін қолданып жүрейік. Бұл топ шығарманың көркемдік ерекшеліктерін аша білді және табиғат құбылыстарын анық жеткізді. Алайда теңеу мен эпитетпен шектелгенімен келесі сабақта басқа да көркемдеу құралдарды пысықтауға кеңес береді. Өте жақсы. Елнара, жақсы бағалаймыз. Идеялық құндылық тобына бағамды беретін болсам, дескриптор бойынша олар шығарманың негізгі тақырыбын анықтады. Автор жеткізгісі келген ойды, идеяны аша білді деп ойлаймын. Және де маған олардың жасаған жұмыстары ұнады. Өте жақсы. Өте жақсы. Тарихи құндылық тобына баға беретін болсам, олар шығармадағы этнографикалық деректерді қолдана отыра, шығармадан үзінділер алып, тарихи құндылықты ашып, мағынасын жақсы жазды және топтарындағы бірлестіктер мен бір-біріне деген көмектері жақсы білінді деп ойлаймын. Өте жақсы ұйымдастырылған және барлық топта негізі сөйлеммен дұрыс дәлелдей алынар деген мен өз ой тұжырымымды ары қарай бекіткім келеді. Рахмет. Басшылар, сендер бағалау шәкірттегі дескрипторлар бойынша бағалап шығамыз. Енді дәл осы тапсырманың біз құндылығына назар аударайықшы. Тапсырма берді, тарихи құндылық, көркемдік құндылық және идеялық құндылық өте жақсы сөйлемдермен анықтап келді. Енді дәл осы тапсырма арқылы біз қандай құндылықты ұғындық, яғни ұлттық бірегейлік пен мәдени мұра, ата-ана тәрбиесі, салт дәстүрін анықтай алыңдар. Дұрыс па? Құрмет, яғни үлкенге, анаға, ата-бабаға құрмет. Дәл осы анықтаған сөйлемдер арқылы осы құндылықты анықтай алыңдар. Жауапкершілік, отбасы, тәрбие, ұрпақ сабақтастығы барысында сендер жауапкершілік құндылығын анықтай алыңдар. Демек, бұл біздің тапсырмамыздың өн бойындағы құндылық болып табылады екен. Жақсы балалар, енді келесі екінші тапсырмаға назар аударамыз. Сайын Мұратбековтың Жусан есімді шығармасымен, есіңізде ме дәл осы шығарма балалар? Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасын салыстырып талдайтын боламыз. Яғни балалар, Сайын Мұратбековтың Жусан иесі шығармасын біз 6-шы сыныпта оқыдық, естеріңде ме? Не туралы бір-екі сөзбен сөйлеммен ойыңызды айтыңызшы, не туралы еді? Аян, ол өзінің әке-шешесінен, бауырларынан айырылып, Ерте жаста Өте жақсы. Аян өзінің әкесі майданға кетіп, анасынан 2 айында айырылып қалған, жалғыз әжесінен тәлім тәрбие алып өскен бала. Бұл жерде кейіпкер Аян, ол ерте кезінен әке-шешесінен айырғаннан кейін жетім қалып, ол үңгіде тұрды. Ол том-том кітап оқып, қасындағы балаларға ертегі айтып берді. Және ертегілері өте қызықты болған. Сонша ол балалар қызығып оны тыңдады. Демек біз Аянда қиялға берілген ертегі айтушы, тіпті жәндегі балалардың ерте есейген кейіпкер ретінде танымыз. Бауыржанның балалық шағын мінез құлықтары қандай екі баланың, ол екі баланың тәлім тәрбиесі қандай, дәл соларды қазір біз мынандай жұптық жұмыспен орындайтын боламыз. Дәл осы жұмыстың дескрипторына назар аударайық. Кейіпкерлердің мінез құлқын талдайды, екі шығарманың тарихи кезеңін салыстырып ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтайды, ұлттық құндылықтарды көрсетіп, тәрбиелік мәнін бағалайды. Бұл тапсырма 3 балдық бағамен бағаланатын болады. Жусан есіндегі Аянның мінезі сабырлы, төзімді және тәртіпті. Бауыржандікі батыр және қайсар. Өте жақсы. Ұқсастықтары екеуі де біреуге құштарлы болады. Дұрыс. Келсем, Айырмашылықтары Аян трагедиялық кейіпкер, Бауыржан ұлттық тәрбиемен қалыптасқан. жақсы.
жақсы, ары қарай. Балық шағы Аянның әкесі соғысқа кешіп, анасынан ерте айырылған және Аян әжесінің қолында өскен. Бауыржанның анасынан ерте айырылған, ол әкесі мен әжесінің қолында өскен. Ұқсастығы анасынан ерте айырылған болады. Айырмашылығы Аян жоқшылықта өмір сүрген, соғыс уақытында өмір сүрген. Бауыржан қуаныш әрі өнергелі уақытта өмір сүрген. Жақсы. Тәлім тәрбиесі ол Аян том кітаптар оқып, қасындағы достарымен естер айтып, өзін дамытқан және әжесінің қамқорлығында өсті. Бауыржан жастайынан атасының немересіне деген махаббатын көріп өсті. Әкесінен еңбектікті, әділдікті және тәрбиелі болды үйренді. Ұқсастығы екеуінде де қайсарлық, адамгершілік мінездері бар. Айырмашылығы Аян жетімдік пен қиялда өмір сүрген. Бауыржан ұлттық дәстүр мен халық даналығы. Даналығын бойына сіңіріп өсті. Жақсы. Қырлары мінезі жағынан Жусан есінде Аян жетім бала болған, бірақ рухы биік, ертегіші. Мінезі сабырлы, қайсар, төзімді. Ұшқан ұяда Бауыржан момышұлы. Бауыржан еңбекқор, әділ, тәртіпті және батыл болған. Мінезі тік, ұлттық дәстүрге берік болған. Ұқсастықтары екеуі де қайсар, рухы биік болған. Айырмашылықтары Аян трагедияда жетімдікте негізделген, яғни өскен болса, Бауыржан ұлттық тәрбиесімен қалыптасып сөйтіп өскен. Жусан есімнің балалық шағы жетімдік жаушылығын сырғанақ ойыны, ертегі айту балалықтың басты көрінісі. Ұшқан ұя балалық шағы 20 ғасырдағы қазақ ауылы балалар шақ қариялардың өнегесімен бой түзейді. Ұқсастықтары балалық шағы ауыл өмірі, балалардың ойыны, үлкендердің өсиеті. Айырмашылықтары балалық шағы Жусан иесіне балалық шақта жетімдікке, соғыс жылдарындағы трагедия, ұшқан ұяда ұлттық тәрбиенің қуанышы кезеңі. Жақсы. Жусан есінде тәлім тәрбиесі, әжесінің қамқорлығы, ертегі айтуы, ал тәрбиесі төзімділікке, рухани күшке, қиялға негізделген. Ал ұшқан ұяда тәлім тәрбиесі әке момышпен, әжесі қыстумаспен өсиеті. Тәрбиесі еңбекке, әділдікке негізделген. Ұқсастары тәлім тәрбиесі екеуі де адамгершілікке, төзімділікке жақын болған. Айырмашылықтары тәлім тәрбиесі Аян төзімі балалық шағы жалғыздыққа өскен. Бауыржан батылдыққа дайын өскен. Ұлттық жұмысты аяқтаған болсақ, қазір біз қалыптастырушы бағалау, өзара бағалауды жүргізетін боламыз. Сараға беретін болсам, олар кейіпкерлердің мінез құлқын талдай алды. Өте жақсы. Және екі шығарманың тарихи кезеңін салыстырып, айырмашылықтар мен ұқсастықтарды талдай алды. Өте жақсы. Кемшілік байқадық па? Өте жақсы. Дамир мен Баларудың жұбына үміт баға бере ғой. Жұбына баға беретін болсам, олар мінез құлықты нақты тапты және айырмашылық пен ұқсастықтарын да дұрыс тапты және кейіпкердің балалық шағын жақсы ашқан. Жақсы. Дәл сендер тапсырманы орындап болдыңдар. Енді дәл осы тапсырмада біз қандай құндылықты меңгердік? Яғни ұлттық мәдени мұра мен патриотизмді, елдің халқын қорғаған кейіпкер арқылы сараптама және сын тұрғысынан ойлау, шығарманы салыстыру арқылы құрмет және жауапкершілік, мұнда сұхбаттасушының ойын тыңдау, тарихи кезеңді түсіну секілді құндылықтарды анықтай білдіңдер. Біздің келесі үшінші тапсырмамыз ол өзіндік жұмыс. Яғни бұл тапсырманың шарты қандай екен? Әңгімедегі құндылықтарды тауып, оларды материалдық және рухани құндылықтарға жіктейтін боламыз. Арнайы сендерге кесте берілген. Осы кестеде шығармадағы рухани құндылықты мысалдар келтіреміз. Автордың бағасын бересіңдер және өзіндік бағаны беретін болсын. Бұл тапсырманың дескрипторы қандай? Шығарманың рухани және материалдық құндылықтарын анықтайды, әр құндылықтың автор мен өзіндік бағасын жазады. Бұл тапсырма 2 балдық жүйемен бағаланатын болады. Ендеше іске сәт. Рухани құндылықтар мысалдар бейнеленіп, достық, отанға сүйіспеншілік. Автордың бағасы бұл қасиетті ең басты байлық сипаттайды. Өзіндік бағам меніңше рухани байлық адамның ішкі әлемін айтады. Ал материалдық құндылықтар үй, мал, киім. Автордың бағасы материалдық дүние
өткінші екенін, оның тек құрал екенін айтады. Ал өзіндік бағам материалдық дүние құндылықтар өмір сүруге қажет, бірақ адамгершіліктен жоғары емес. Өте жақсы. Жақсы, отыра ғой. Үлкенге құрмет, кішіде ізет, имандылық, адамгершілік, салт дәстүрді сақтау жатады. Автордың бағасы. Автор бұл қасиеттерді өте жоғары бағалайды, адам тәрбиесінің негізі деп көрсетеді. Мен үшін рухани құндылықтар өте маңызды, себебі олар адамды адам етеді. Материалдық құндылықтарға үй, киім, мал, ақша, дүние жатады. Ал автор материалдық құндылықты руханидан төмен санайды. Өзіндік баға. Материалдық құндылықтар қажет, рухани байлықтан төмен деп ойлаймын. Дұрыс, мен де келісемін, иә. Материалдық байлық әрине қашанда рухани байлықтан төменірек болады. Өте жақсы. Жақсы балалар, өзіндік жұмысты аяқтасақ, енді қалыптастырушы бағалауға келейік. Қалыптастырушы бағалау өз-өзін бағалау арқылы жүзеге асады. Жұмысымды бағалайтын болсам, шығарманың рухани және материалдық құндылықтарын анықтадым, және әр құндылықты автормен өзіндік бағасын жаздым, және де рухани құндылық пен материалдық құндылықтарды жақсы аша білдім. Келісеміз бе? Мен өз жұмысымды бағалайтын болсам, рухани құндылықтар мен материалдық құндылықтарды ажырата білдім. Мысалда дұрыс келтірдім, және де автор бейнесімен өзімнің бағамды жаза білдім. Және де рухани құндылықтың материалдық құндылықтан жоғары екенін түсіндім. Өте жақсы. Өте жақсы, жоғары деңгейде жаза білдің. Рахмет саған. Үшінші тапсырманы аяқтадық. Яғни өзіндік жұмыс. Дәл осы өзіндік жұмысты құндылығы қандай болды, қандай құндылықты сендер түсіне біліңдер, бойларына сіңіре біліңдер. Назар аударайық. Бұл тапсырмада сендерге беретін құндылық рухани құндылық болды. Яғни адалдық, мейірімділік, қайырымдылық, батылдық, еңбекқорлық танытқандар, материалдық құндылық арқылы үй, мал, мүлік, заттар секілді шығармадағы құндылықты анықтай алдыңдар. Өз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақта Шқания шығармасын бірнеше қырынан талдадық. Яғни оның келер ұрпаққа берер тәлім-тәрбиесін, ұлттық құндылықтарын, тіпті тарихи кезеңдерді, этнографиялық деректерді де алып, олармен танысып шықтық десек болады. Сондықтан да Бауыржан Момышұлының шығармасы тек Шқания емес, өзге де шығармалары өмірлік маңызын, мәнін жоғалтпақ емес. Ол дәл қазіргі сендердің де, сендерден кейін келетін ұрпақтың да мәңгі жадында сақталатын асыл шығарма деп баға беріп көтеремін. Ендеше сабағымызға кері байланыс беріп кетейік. Кері байланыс жасанды интеллект арқылы жүргізіледі. Түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім, түймешелерін басу арқылы біз сабағымызға кері байланысты береді екенбіз. Сұрақтарым бар. Шқанияда тағы салт дәстүрлерді пысықтау керек. Өте жақсы. Өйткені біз тек қана естідік, неше түрлі асар туралы айтып, ал бұл дәл осы шығармада салт дәстүрдің бірнеше түрі жеткілікті десек болады. Өте жақсы, келесі сабақта қарастырамыз және осыны Аслан арнайы саған тапсырмасы ретінде береді. Отыра қойыңыз. Енді бүгінгі сабақты түсіндім, себебі Бауыржан Момышұлының Шқания туралы сөйлесінен оның салт дәстүрлерін дүниетанымын толығырақ зерттей білдік. Өте жақсы, жарайды. Бүгінгі сабақта біз ұлттық құндылықтардың материалдық және рухани деп екі топқа бөлдік. Және де мен осы шығармадағы өз ойымен автордың ойын салыстырдым. Өте жақсы. Және де біз бүгін ұлттық құндылықтарды, дәстүрлерді толығынан тереңірек танып, ұлттық жұмыстар бірге белсенділік танып. Өте жақсы, ғылыми түрде өз түсінігін дәлелдеп жарайсыңдар. Сабақтың басында мен сендерге сабақтың мақсатымен таныстырған болатынмын. Енді сол сабақтың мақсатына назар аударайық. Бүгін біз шығарманың жазылған тарихи кезеңін және онда көрініс тапқан ұлттық құндылықтарды анықтаймыз деп. Анықтай алдық па? Шығарманың әдеби көркемдік ерекшеліктерін талдаймыз, яғни көркемдік құралдарды таптық па? Жақсы. Мазмұндас басқа шығармалармен, яғни жұмсамесімен, салыстыру негізінде шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын бағаладық па? Демек мақсатымызға жеттік пе? Үй жұмысы, Бауыржан Момышұлы туралы білетін ақпараттарымен немесе тағы да қосымша ақпарат тауып келетін шығарсыңдар, ол сендердің қиялдарыңа, ізденімпаздықтарына байланысты ақпараттармен ой бөлісіп, сұхбат құрап келесіңдер. Дескриптор сендерге арнайы жіберілетін болады. Қанша бағаңыз бар күшті болды? Кесесіз. Жоқшылық Данияға 9 балл, әуелді көндір 9, Кемелбек Қарақат 6, Өмірпазик Сұлтан 7, Жайхан Аслан 6, Тілеуберді Әбілхан 5. Өте жақсы, келсем, өткізетін боласың. Адам Жүге 9 балл, Нақина 9 балл, Насырхан Сұлтанға 6 балл, Сатбек Аяжанға 9 балл, Ернұрға 6 балл, Аярылға 7 балл, Ақынғали Айнұрға 8 балл. Жақсы, өте жақсы, келсем. Ақпаратқа 9 балл, Өмір Балайшыға 9 балл, Кеңес Үнжуге 8 балл, Қадыржан Айға 9 балл, Сайтиқұл Данияға 7 балл, және Жанғали Нұржанға да 7 балл. Жақсы, келсесіне ма? Жақсы, бағаларды мен көтеріп болатын болған.
ендеше сау болыңдар.